Жанболат қазір ғана қой көтеріп болды. Қанша көтердіңіз? 42 или 43. Жарайсыз, негізі өте күшті көрсеткіш көрсеттіңіз. Нұржан, сізші? Қазір Нұржан кезегі болып қалды. Ғалымжан. Рука больная, знаете, он травму получил. Сіздің қолыңыз ауырады екен, е? Аха, мұнда Абылайды көтеріп болды. Сіз қанша көтердіңіз? 30 көтердім. Бірінші көтерген жаман екен, өйткені жарсамайсыз ешкіммен же. Және біз байқадық, сіз Жанболатқа өте бір ұнамайтын сөздер айтып отырдыңыз. Негізі олай жасауға болмайды. Қоя сал деп әдейі айтып жатырмын ғой енді. Көтерсін. Осындай енді, осындай бір қарсыластық. Молодец, молодец. Дайындап жатырмыз бұйырса. Осындай дайындық болып жатыр енді. Бірдеңе оқалап отыр. Ал сәттілік жігіттер. Тима, сізге сеніп атқан адам көп. Бақылауға Тимаға. Енді оңай болып жатса, көтере алып жатсам, алдыңғы жылда 62 болған екен. Если мүмкіндік болып жатса, соған апарсам ба деген ниет бар. 62 деген рекордтан асуға ниет. Ниетім бар, иә. Если енді шамам келіп жатса. Мен Тиманың рекордынан асам бұйырса. Қазір міне до, послеларын түсіреміз. Содан кейін ұят болып жатпай, қалып көтеріп. Қасында тұр. Тұр. Біреу, екі, Давай, алтау. үшеу, Біреу екке санайық та. бес, қолыңда мені. Кетесізсе болады. Алтау. Давай, 10. Түртеп ал. 10 все, давай. Все, давай. Lan koca kulak soğudu. Қойды жібер, қойды. Қинамаңдар, қойды қинамаңдар. Байқұсай. Ал енді біздің жігіттерге көмектесуге және сарапшы ретінде келіп қалған осы екі тренеріміз бар. Ахмет мырза мен Ислам мырза, иә? Қалай біздің жігіттердің дайындығы қалай жалпы? Жақсы, насылтыры. Біз қадағалап жатыр. Техникасы маған жақсы істеп жатыр. Енді қазір рекорд 42 болып тұр. Маған өзіме қызық болып тұр. Сіздер өздеріңіз қанша жасайтын едіңіздер? Мен өзі штангеге қатысқан кезде біз қойдың бәрін тұлатынбыз. Мен 150 рет бір рет жасадым, 180, 200-ге дейін апарған. Мүмкін қазір эфирде көрсетесіз. Көрсетсек болады. Бірақ қазір мен өзім формада емес, тек бизнес болып кеткен. Бірақ негізі бәрі 100-ге апаруға болады. Негізі қой үлкен болып саналады ғой, иә, мынау қой бір. Қойшы қатшылардан да болып тұр ғой енді. 50 килограмм бар сияқты ана жерде. Негізі шынымен қиын, құрметті оқырмандар, осы тренерлердің өздері мойындап жатыр енді. Кейбір қатшыларымыздан да дәу болып тұр енді. Ол ыңғайсыз ғой, еще қимылда. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, біздің студияға қой келді. Қазір жігіттер қой көтеріп шығарысады. Егер сізде мерекелік шара болсын, немесе бір құран бағыштайтын болсаңыз, олжалы шаруашылық сіздерге көмекке келеді. Ссылка арқылы өтсеңіздер болады. Көптеген қызмет түрлері бар. Олжас ағамызға және де кім дедіңіз, айтасыңызшы? Олжас ағамызға және де Данияр ағамызға мың алғыс. Толық батырман басым.